Мен мұнда Зеленскийді жамандап отырған жоқпын. Оның жақсы жақтарын да айту керек. Ол өте намысшыл, ержүрек, ол өзінің халқы үшін өлуге дайын, және ол өте табанды, ол әлі күнге дейін тізе бүкпей берілмей келе жатыр. Бірақ өкінішке қарай, оның бәрі бұл соғыста ешқандай нәтиже бермеді. Неге? Өйткені Зеленскийдің мұнда жіберген ең үлкен қатесі 2022 жылы Стамбул келіссөздерінде Зеленский бітімге келмей Ресейдің шарттарынан бас тартты. Мұнда көптеген сарапшылар Ресей Украинаға өте ауыр шарттар қойды деп айтады. Олардың шарттарын қабылдау капитуляцияны мойындағанмен бірдей деп айтады. Ресейдің Украинаға қойған талаптары қандай болды? Бірінші, Украинаның қарулы күштерінің саны 85 мыңнан аспау керек. Бұл өте ауыр талап болды. Оған көну өте қиын. Украина болса керісінше тым артық кетіп, олар 250 мың деген цифрды айтты. Ал соғысқа дейін олардың қарулы күштерінің саны шамамен 180 мыңдай болды, қателеспесем. Келесі талап Украина қарулы күштеріндегі әскери техника мен қару-жарақтың мөлшерінде шектеу, бірақ бұл шартты қабылдауға болар еді, өйткені ол жақтағы талаптар соншалықты қатты болған жоқ. Одан басқа Украинаға кейбір қару-жарақтың түрлерін, соның ішінде Ресей территориясына шабуыл жасауға болатын қару-жарақтың түрлерін сатып алуға және өндіруге тыйым салынды. Негізі бұл шартқа да көнуге болар еді. Өйткені егер сол жерде соғыс аяқталса, онда Украинаға Ресей аумағына шабуыл жасаудың ешқандай қажеті болмас еді. Одан басқа Ресей орыс тілін ресми тіл қылуды талап етті. Бұл шартқа да негізі көнуге болар еді. Неге? Өйткені Украинадағы жағдай Қазақстандағы жағдаймен бірдей емес. Украина тілінің жағдайы қазақ тіліне қарағанда сәл жақсырақ, ол сондай мүшкіл жағдайда емес. Сондықтан ол орыс тіліне қарсы бәсекеге төтеп бере алады. Және бұл жерде де Қазақстан сияқты кішкене қулыққа барып, орыс тілі мемлекеттік тіл емес, тек кейбір ұйымдарда ресми түрде қолданылады деп осындай қулыққа баруға болар еді. Оның үстіне Янукович президент болған кезде орыс тілі ресми тіл болған. Сондықтан Украина үшін бұл бір жаңа нәрсе емес. Бұл шартты да қабылдауға болар еді. Бірақ мұндағы ең басты нәрсе ол территория. Ресей Қырым түбегін Украинаға бермейміз деді, ДНР мен ЛНРді бермейміз деді. Бірақ Қырым түбегін Украина Ресей территориясы етіп мойындау керек деген шарт болған жоқ. Яғни оның статусы бейтарап болады. Ол нені білдіреді? Ол дегеніміз болашақта Украинада Қырым түбегін қайтарып алу мүмкіндігі бар деген сөз. Ал одан басқа жердің бәрін 2022 жылы Ресей жаулап алған Украинаның шамамен 20% жерін Ресей қайтарамыз деді. Бұл Украина үшін бір өте тиімді ұсыныс болды. Бірақ олар соны қанағат тұтпады. Олар біз 91 жылы шекараға дейін жердің бәрін қайтарамыз деп, осындай өздеріне мүмкін емес, жүзеге асырылу мүмкін емес мақсат қойып, өкінішке қарай сол мүмкіндіктің өзін олар жіберіп қойды. Жалпы бұл соғыста Стамбул келіссөздерінің маңызын ерекше атап өту керек. Неге? Өйткені бұл соғыс басынан бастап бірнеше жылға созылған, созылмалы соғыс болып жоспарланған. Ешқандай Киевті 3 күнде аламыз деген жоспар мүлдем болмаған. Оның бәрі дезинформация. Оның бәрі өтірік екенін мен дәлелдегем. Мен ол туралы 2 видео түсіргем. Көрмесеңіздер, сол видеоларды қарап шығыңыздар. Бұл соғыс бірнеше жылға созылған, созылмалы соғыс болып жоспарланған. Глобалистік элиталар солай жоспарлаған. Ал бұл соғыс басталған кезде бірден Түркия президенті Ердоған оны тоқтатқысы келді. Украина мен Ресейді татуластырғысы келді. Наурыз айынан бастап ол бұл үшін көп әрекет етті. Бірінші Анкарада, содан кейін сәуір айында Стамбулда келіссөздер өтті. Және Ердоған бұл нәтижеге жетуге өте жақын болды. Егер сол кезде екі ел бітімге келгенде, онда Ердоған элиталардың бүкіл ойындарын бұзып жіберетін еді. Бұл үлкен жетістік болар еді. Бірақ өкінішке қарай олай болмады. Элиталардың айтақтауымен Лондоннан Борис Джонсон Киевке ұшып келді де Зеленскийдің құлағына сыбырлап, біз сендерге көмектесеміз, сендер Ресейді жеңесіңдер деп, оны алдап, Ресейдің шарттарын қабылдамауға көндірді. Содан кейін Зеленский одан бас тартып, ары қарай соғысуды ұйғарды. Енді 3 жылдан кейін айналып келіп бәрі сол Стамбулға тірелді. Бірақ бұл жолы Ресейдің талаптары бұрынғыдан бетер қатал болды. Енді Ресей Қырымды тек өзіне ғана алып қоймай, оны Ресей территориясы екенін мойындауды талап етіп отыр. Және оны ғана емес, Украинаның тағы да 4 облысын, Донецк, Луганск, Херсон және Запорожье облыстарында Ресей территориясы екенін мойындауды талап етіп отыр. Ал 2022 жылы ол жердің бәрін Ресей босатуға көнді. Бұл жолы оны тек өзіне ғана қалдырмай, Ресей жері екенін мойындауды талап етіп отыр. Сонда Украина бұл жерде тағы да қосымша 20% жерін жоғалтып отыр. Және болашақта ол жерді қайтара алмайды. Өйткені егер ол Ресей территориясы болса, Украина оны мойындаса, онда ол жерді қайтару үшін енді Украина Ресейге шабуыл жасау керек. Енді Украина агрессор болу керек. Сондықтан ол жерді енді Украинаға қайтару мүмкін емес, немесе өте қиын деп айтуға болады. Егер 2022 жылы Украина сол кезде бітімге келгенде, ол қысқа мерзімде қайтадан экономикасын қалпына келтіріп, қайтадан аяғынан тік тұрып, болашақта жоғалтқан жерлерді, Қырым түбегін, ДНР мен ЛНРді қайтарып алуға дайындалуға болар еді.
қайткенде де болашақта бәрібір Ресей әлсірейді. 30 жыл өте ме, 40-50 жыл өте ме, бірақ Ресей бәрібір әлсірейді. Сол сәтті күтіп, содан кейін Қырымды қайтарып ала болар еді. Ал қазір оның бәрін жүзеге асыру мүмкін емес. Өйткені Ресей емес, Украина әлсірейді. Украина өте қатты әлсірейді. Осы 3 жылда олар бекерден бекер соғысты. Қаншама қаласы қирады, экономикасы быт-шыт болды. Украина банкрот болды. Қазір оларда тіпті бюджеттік қызметкерлердің жалақысын төлейтін ақша жоқ, зейнетақы төлейтін ақша жоқ. Бірақ ең бастысы, жүздеген мың адам бостан босқа қырылды. Сол жерді қайтарамыз деп олар керісінше одан да көп жерлерін жоғалтып алды, және сол үшін қаншама адам қырылды. Осының бәрін мен 1 жыл бұрын айтқан кезде бүкіл қазақ маған қарсы шүйілігіп, мені сатқын деп, қорқақ деп, неше түрлі айып тақты. Украина не сонда жерін бере салу керек пе еді деген әңгімелер көп айтылды. Бірақ керісінше ол кезде Украина 20% жерін сақтап қалар еді. Қазір олар сол жерлерін жоғалтып отыр. Соны адамдар түсінбей жатыр да. Енді сіздерге түсінікті болу үшін мен сіздерге қазір тарихтан бір мысал келтірейін. 628 жылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мәдина қаласынан сахабалармен шығып Меккеге кіші қажылыққа аттанды. Әл-Худайбия деген жерде меккеліктердің бір өкілі олардың алдынан шығып, оларға бір ұсыныс жасады. Сол кезде меккеліктер мен мұсылмандардың арасында өшпенділік болды, олар соғысып жатты. Мекке тұрғындары сонда мұсылмандарға 10 жылға бейбітшілік орнатуды ұсынды. Бірақ олар өздерінің шарттарын қойды. Және олардың шарттары өте ауыр болды. Мұсылмандарға өте тиімсіз. Сол талаптарды естігенде сахабалардың бәрі өте наразы болды. Мысалы, мұсылмандарға сол жылы қажылықтан бас тарту керек болды. Яғни олар сол жерден кері бұрылып үйлеріне қайту керек. Тек келесі жылы ғана оларға Меккеге келуге рұқсат етілді. Оның өзінде олар қалаға қарусыз кіру керек және қалада тек 3 күн ғана болу керек. Және одан басқа, егер мұсылмандардан бір адам меккеліктердің қатарына қосылса, олар ол адамды қайтармайды. Ал меккеліктердің қатарынан бір адам мұсылмандарға қосылса, мұсылмандар ол адамды қайтару керек. Деген сияқты осындай өте тиімсіз шарттар болды. Бірақ пайғамбарымыз олардың бәрін қабылдады. Неге? Өйткені ол үшін ең бастысы соғысты тоқтату. Ол адамдардың босқа қырылғанын қаламады. Ол адам өлімін қаламады. Сондықтан адамдардың өмірін сақтап қалу үшін ол шарттардың бәріне көнді. Және одан басқа пайғамбарымыз ақырында бәрібір жеңіске жететініне анық сенімді болды. Ол 100% соған сенімді болды. Сондықтан ол сол келісімге қол қойды. Келісімге қол қойылғаннан кейін Алла тағаладан пайғамбарымызға аян түсті. Құранның 48-ші сүресі, Фатх сүресі түсті. Ол сүреде инна фатахна лака фатхан мубина деп айтылады. Біз саған айқын жеңіс сыйладық дейді. Мұндағы фатхан мубина деген айқын жеңіс деген сөз. Яғни бұл Әл-Худайбия келісімі мұсылмандар үшін айқын жеңіс болды. Содан кейін 2 жыл өткесін мұсылмандар Меккені ешқандай соғыссыз, қан төгіссіз өздеріне қайтарып алды. Осыдан не түсінуге болады? Жаңағы Украинадағы 3 жыл бұрынғы Стамбул келіссөздері шын мәнінде Украина үшін айқын жеңіс болды. Бірақ олар оны сол кезде түсінбеді. Олар соны қанағат тұтпады. Соның кесірінен олар қолдағы бар нәрсенің бәрін жоғалтып отыр. Енді осының бәрінен біз қандай сабақ аламыз? Осының бәрінен қандай қорытынды шығару болады? Мұндағы ең үлкен қате қандай болды? Зеленский Британияның, Американың, Европаның берген уәделеріне алданып қалды. Ой, біз үйтеміз, бүйтеміз, қатырамыз, көмек жібереміз, танктер жібереміз, Абрамстар, анау, мынау, Атакамстар, Shadow Storm'дарды жібереміз, әскер жібереміз деп Эммануэль Макрон қаншама уәде берді, ештеңе бермеді. Германия канцлері біз 150 Таурус жібереміз деді, ештеңе жоқ. F-16 ұшақтарының өзін 2,5-3 жыл өткеннен кейін ғана жіберді. Осының бәрі нені көрсетеді? Саясатта ешкімге сенуге болмайды. Бұл осыдан алатын ең үлкен сабақ. Тек өз күшіңе ғана сену керек. Ешкімнің тәтті өтірігіне сенуге болмайды. Әсіресе еуропалықтардың, батыс елдерінің, жалпы ақ нәсілді адамдардың өтірігіне ешқашан сенуге болмайды. Олар саясатта өте қу, өте зымиян. Оларға ешқашан алдануға болмайды. Тек өз күшіне ғана сену керек. Бұл осыдан алатын ең үлкен сабақ. Бүгінге менің айтарым осы. Егер видеоны болса лайк басыңыздар, арнаға жазылыңыздар. Келесі кездескенше.